Абай Құнанбаев 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі бәсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, басына басып қарап. Сыртына болса, даусына ұмтылып, оның ержетін кірекенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге етеді, бұл неге бүйтеді деп, көргенін, құлағы естігенін бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі